Қайырлы күн баршаңызға. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерді бүгін біздің күннің шуағы Sunlight Corporate компаниясының мықты өнімдерінің бірі біздің компаниядағы тамаша табиғи сабындармен таныстырғым келіп отыр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздер білесіздер, мен әрқашанда каналымда тек қана осы біздің отандық компанияның адамның денсаулығына пайдасы орасан зор осы компанияның мықты өнімдерін сіздермен таныстырудан мен шаршап келе жатырған жоқпын. Мен ылғи да біздің осы мықты өнімдерімізбен мақтанамын. Өзіміздің елімізде, кең байтақ жерімізде отандық компанияның бәсекелестікке түсіп, өзінің нарықта ойып алған орны бар. Сол бәсекелестікте әрқашанда алда келе жатырған, халықтың сұранысына ие болып келе жатырған біздің қазақстандық отандық компанияның өсіп өрлеуіне әрқашанда өзімнің үлесімді қосып жүргеніме өзімді сондай ерекше бақытты санаймын. Мінекей біздің күннің шуағы компаниясында осындай 3 түрлі керемет табиғи сабындарымыз бар. Бұл сабындар енді теріге қатысты барлық мәселелерді шешетін, тұрмыста көптеген заттардың орнын ауыстыратын мінекей біздің компанияда осындай 3 түрлі керемет, тамаша табиғи құрамдарында тек қана табиғи құрамдармен жасалынған, адамның терісіне қатысты теріні ерекше жасартатын, теріні жылтыратып ағартатын, терідегі барлық мәселелерді шешетін осындай біздің компанияда Sunlight Corporate күннің шуағы компаниясында керемет табиғи мақтаныш мықты сабындарымыз бар. Бірінші бізде мінекей биенің сүті қосылған саумал сабын. Бұл сабын адамға қалай әсер етеді? Бұл сабынды негізінде саумал сабынды терісі майлы адамдарға беретін қасиеті әсері өте мол. Беттегі түрлі угрилар болады, қотырлар дейміз, экзема, угри дейміз, дерматит дейміз. Сондай теріге қатысты аурулардың барлығын шешетін, теріні тазартатын, теріні ағартатын, теріні жасартатын, теріге табиғи рең беретін, теріге балғындық сыйлайтын, теріге табиғи күй беретін осындай мінекей біздің компанияда саумал деген өте мықты тамаша табиғи сабынымыз бар. Одан кейін біздегі екінші сабынымыз бұл түйенің сүтінен дайындалған шұбат сабын. Біздер білеміз, түйенің сүті биенің сүтіне қарағанда майлы, яғни белокқа бай деген сөзді. Мына саумал сабынды терісі майлы адамдарға біз кеңес береміз. Ал шұбат сабынды терісі құрғақ адамдарға кеңес береміз пайдалануға. Өйткені қазіргі кезде бала болсын, үлкен болсын, кіші болсын, қазір енді дүкен сөрелеріндегі сабындар өте теріге кері әсері, денсаулыққа кері әсері мол. Оларды пайдаланған кезінде бір сол дүкен сөрелеріндегі мықты сабындарды, қымбат сабындарды пайдаланғанның өзінде менде терімде жуынғаннан кейін бір зуыт қышыну пайда болатын еді. Міндетті түрде мен теріні тыныштандыру үшін крем пайдаланатын едім да. Ал қазіргі таңда мен ешқандай кремді пайдаланбаймын. Біздің сабындар әрі крем есебінде де пайдалануға болады. Енді бұл түйе сабынның шұбат қосылған сабынды біздер терісі құрғақ адамдарға кеңес береміз. Теріге қалыпты күйге келтіреді, теріні ағартады, теріні жылтыратады, теріге балғындық сыйлайды. Біздер жазбалардан білеміз да, атақты Клеопатра терінің балғындығын сақтау мақсатында осы түйенің сүтін пайдаланған болатын да. Түйенің сүтін бетіне маска есебінде пайдаланған, крем есебінде пайдаланған. Сондай теріні
жасартып теріге балғындық сыйлайтын қасиеті бар, өте керемет көпіреді, және біздің сабындарды крем есебінде пайдалануға болады. Жуынып болғаннан кейін қолыңызды ылғалдап алып, қолыңызға үйкелеп, бүйтіп бетіңізге, маңдайыңызға, зона декольте дейміз да, қолыңызға, бүкіл денеңізге крем есебінде пайдалануыңызға болады. Теріге сол жаққан күйіңізде сіңіп кететін, сондай теріні өте қатты, сондай тіпті әжімдерді тартады. Маска есебінде пайдаланған кезде, өздеріңіз пайдаланып отқан уақытта, пайдаланған кезде оның барлығын көретін боласыздар, сезетін боласыздар. Осындай бізде түйін үсті қосылған шұбат сабынымыз бар. Шұбат сабынды кішкентай балаларды да балалар сабын есебінде шомылдыруға, пайдалануға болады. Одан кейін біздің компанияда бумен деген бұл сабын фульб және бумен қышқылдарының қосындысынан алынған, дайындалған. Фульб және бумен деген топырақтың 1000 жылдық шіріндісінен алатын, ағзаны тазалайтын, ағзаның бойындағы шлак токсиндердің бәрін сыртқа алып шығатын, сондай мықты керемет қасиеті бар мықты сабын. Енді бұл сабын қазіргі кезде жаз айында адамдар тез терлейді, күн ыстық. Сол кезде адамдар терлеген кезде адамның үстінен түрлі иістер шығатын болады. Сол бірінші қасиеті теріні ағартады, теріні жылтыратады. Біздің 3 сабынымыздың да бірдей әсері бар. Енді терінің бойындағы, бұл бумен сабынның керемет қасиеті, терінің бойындағы шлактарды, ісіктерді, отектерді дейміз да, токсиндерді барлығын сыртқа алып шығады. Теріні жылтыратады, теріні ағартады, және терінің бойындағы түрлі иістердің барлығын жойып кететін мықты қасиеті бар. Осындай біздің компанияда 3 түрлі керемет сабындарымызды біздер барлық адамдарға ерекше махаббатпен, ерекше сенімділікпен ұсынамыз. Бұл сабындардың салмағы 150 грамм. Мінекей мен біреуін ашып көрсетейін. Мынадай ішінде қағазға оралған экологиялық таза қағаз. Мінекей осындай пішінде, осындай мөлшерде болады. 150 грамм салмағы. Тек бұл сабындарды пайдаланған кезде ғана көпіріп ериді, басқа кезде өзінің пішінін сақтап тұрады, езіліп кетпейді. Үстіне тек өзіңіз пайдаланар уақытта ғана, сулаған кезде ғана көпіріп, сондай сізге қызмет жасайтын осындай мықты керемет сабындарымыз бар да. Енді бұл сабындар тұрмыста, мен жаңа айтып кеттім, өте көп заттардың орнын ауыстырады. Қазіргі таңда мен мысалға дүкендерге барып, или түрлі фирмалардың, компаниялардың каталогтарын ақтармайтын болдым. Өйткені менің үйімде мінекей осы 3 сабын ылғида тұрады. Мен қазір басымды жуатын шампундарды іздемеймін. Твердый шампунь есебінде пайдалануға болады. Шашқа маска есебінде пайдалануға болады. Бет жуатын сұйықтықтарды іздемеймін қазір. Бетке масканы да іздемеймін. Тіпті теріге кремдерді да іздемейтін жағдайға жеттім. Мінекей осындай тұрмыста біздің сабындарымыз керемет бізге қызмет жасауда. Баршаңызға осы табиғи сабындарды пайдалануға кеңес беремін. Сабындарды пайдаланған адамдар тек қана маған алғыс айтады, шынайы рахметтерін айтады, өздерінің сабыннан алған әсерлерін айтып жеткізе алмай жатады. Сондықтан да осындай мықты біздің Күннің шуағы компаниясындағы мықты өнімдеріміздің бірі осы сабындарымызды да біз барлықтарыңызға ерекше ықыласпен, ерекше сенімділікпен, ерекше шынайылықпен ұсынамыз. Пайдаланыңыздар, сабындарымыздың сіздерге ұнайтынына сенімім мол. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Әлі алда мен талай қызықты әңгімелермен, қызықты адамдардың өзімнің алған өнімдерден алған әсерлерімен бөлісетін боламын. Қазіргі таңдағы нарықтағы өзінің мықты бәсекелестікке төтеп беріп тұрған осы біздің отандық, қазақстандық компания, Күннің шуағы компаниясының жанашыры болыңыздар, отандық өнімнің жанашыры болыңыздар, пайдаланыңыздар. Бұл өнімдердің саумал және сұлу өнімдер дейміз ғой, мінекей.
біздің өнімдеріміз тек қана табиғи, барлық құжаттарының барлығы бар. Бұл өнімдерді жасап жатырған, бізге дайындап беріп жатырған біздің Қазақ Тағамтану Академиясының ғалымдарына алғысым шексіз. Мінекей осындай мықты өнімдерді біз барлықтарыңызға ұсынамыз. Пайдаланыңыздар. Әрқашанда жарқырап жүрулеріңізге, әрқашанда бай қуатты дәулетті болуларыңызға біз тілекшіміз.